Құрдасы әкем бір. Зебра. Күміс тойларың құтты болсын. Рахмет. Что за праздник? Баша замайды. Күміс тойларың құтты болсын, что за праздник дейді. Бүгін мына қатын екеуміздің күміс тойымыз ғой деп кішкене дастархан әзірлеп, Новый год тойлап жатырық. Мақта, дұрыс. Әкем бір, осы сендердің ана неке туралы, туу туралы көйлек деген бар ғой? Неке туралы, туу туралы көйлек дейтін шықты ма не? ЗАГС. Иә. ЗАГСтың қағазының срок годносы неше жылға дейін айтшы? Жай ма? Жай болғанда срок годносы өтіп кетіп жатса, мен сені алып алып, қайтадан өмірде жаңадан бастамаймыз да? Қалай? Ей, менің срогым өтіп кетсе де мен саған байға тимеймін. Мен өсігенім бар. О, башы, не ал дейді ма? Мен туралы айтып жатсың ба? Жігіті бар екен, жігіті артық. Занят па? Брашка артық. Мына диванның жағында дайық, біздің құдағиларымыз жираф емес қой мына кішкене. Құрдас, Ұса жа. үйлерге келсем жұмыс жасатып қоятындар не құрдас? Енді осы үйдің үлкен баласы емес мен сені. Осы үлкен баласы болып кетті, осы үйлендіріп жүру керек біреу. Бала, бар келін оят. Ұйықтап бас 4 түстен көткен шығар. Жағыш кел. Ол жоқ. Уш тұрған ғой. Я тұрған үйіне тұруға кетті. Енді гаишник ұқсап тыр деп сен. Қайда келін? Өзі ғой? Көзі ғой демеші. Сол көзі ғой? Көзі ғой, асқазаны ғой да бүкіл жерін айтып шықшайшы енді. Бас ауырама бірдеңе айнаның алдында бір көзін 2 сағат бояп тұр. Қатын бар кет чай қой десем, мә сөзіме мән бермейді. Сосын? Екінші көзін бояп бердім. Мен сен полный бетіңді бояп беріп шыңын ба? Қойшы бала, тиіспе. Не бірде осы баланың жағасынан ала бересің? Кінә деген бір жақтан болмайды, 2 жақтан болады. Кетсе келер, кетпей жүрген келін бет сол. Ойбай, мұна үйреніп қалыпты ғой кәдімгідей. Ерақа осы жыл келмейтін сияқты ол. Не келмейді екен? Заряд сынап кетті телефоны. Қызың